Өткен видеомда мен сіздерге бұл сиқырлы өнімдер жайлы кішкене мағлұмат беремін деп уәде еткем. Сол жайлы видео түсіріп жатырмын. Енді бұл сиқырлы өнімдер қашан қай кезде келген? Менің естуімше, бұны енді анамнан өзімнен результат көргеннен кейін жақындарыма ұсынуым керек қой. Ертең ұятқа қалмау үшін мен іздендім, оқыдым. Тегін оқу бар, зерттедім, профессорлардың сабағына, врачтардың сабағына кірдім, қалай ұсынып жатыр адамдарға, қалай действовать етеді, бұл қайдан келді өзі, неге сразу адамға жақсы әсер көрсетеді деп. Барлық адамға қызық қой, не жеп ішіп жатқан, даже жеп жатқан тамағыңа да қызығасың ғой, ішінде не салынған, ашып кетпеген бе деген сияқты. Солай іздендім, сөйтіп білсем, бұл өнімдер совет өкіметі кезінде. Прямо қанша ізденсем, сонша жақсы көре бастадым бұл өнімдер. Совет өкіметі кезінде шыққан екен. 60-шы жылдар шыққан екен бұл өнімші. Сол кезде совет өкіметі кезінде Андроповтың указаниесімен деді, мына после войны адамдарда көп жарақатталған, соғыстан кейін психологиясы бұзылған, қаншама халықта сондай еңсесі түсіп кеткен жағдай болған, және шекара қорғау керек деген сияқты, солдаттар тезірек емдеу керек деген сияқты. Сол Андропов жаңағыдай задание берген, бүкіл жаңағы әлемдік ғалымдарды, мықты ғалымдарды жинап, осы адамның ағзасын зерттей отырып, адамның ағзасы тез қалыпқа келетін, тез аурудан және кез келген вирус, бактерияға қарсы тұра алатындай етіп өнімдер шығарыңыздар деген. Бұл ғалымдар ол кезде, енді совет өкіметі кезде бәрі бір ел болып тұр ғой, тарамаған кез Қырғызстан, Россия, Қазақстанның ғалымдары болған. Сонымен күнді күндемей, түнді түндемей, көзін майын тамызып, бала шағасынан жырақта адамның ағзасын зерттеп шығады, басынан аяқ. Сол зерттеу барысында осы өнімдерді өңдеп шығады. Сол кезде адамның ағзасы қалай восстановить етіледі, адамның ағзасы қалай дұрыс жұмыс жасау керек, соның бәрін зерттеп түсінеді да. И осы 189 емдік шөпті, негізі олар 200, 100, 150, енді барлық ғалымдар бүкіл әлемдік емдік шөптерді жинап құрастырып көре берген ғой, қалай адамның ағзасын восстановить етуге болады деп. Сонда ішінде емдік 189 шөптің сығындысынан осы сиқырлы өнімдер өмірге келген да. Тексерген жаңағыдай тышқандарға, адамдарға тексермесе бұрын тышқандарға тексереді. Тышқандарды улап, неше түрлі наркотик беріп, неше түрлі жаңа аурулар жұқтырып, осы өнімді береді да. Ал ана ауру жұқтырмай қалған тышқандарды просто өнім бермей солай қояды. Сөйтіп жаңағы ауру жұқтырмаған, өнімдерді ішпеген тышқандар ерте өмірден өте береді. Не үшін? Потому что жаңағы экология деп жатамыз, питание дұрыс емес деп жатамыз, генетикалық ауру деп жатамыз. Олар өмірден өте береді да тышқандар. Ал жаңағы өңшең жаман вирус, бактерияларды енгізген тышқандар, ауруларды енгізген, наркотиктерді енгізген, сондай тышқандар бальзамды ішіп отырып, керісінше олар былай күшті болып, мықты болып, одан келген жаңа тышқандар, ұрпақтары бар ғой, мықты болып тула берген да. И сосын осы өнімдерді адамдарға зерттейді. Адамдарға зерттегенде де жаңағыдай психологиясы бұзылған, жарақаттанған, бір аяғы жоқ, бір қолы жоқ дегендей, сондай солдаттарға, шекара қорғап тұрғандарға, чтобы олар 24/7 шаршамай қорғап тұру керек. Соларға береді, және олардан жақсы нәтиже алады. Және генетикалық ауру дегеннен таза айығып шығады. Олардан таза ұрпақтар өмірге келеді екен. Енді мені зерттеп ізденген кезімде естіген ақпараттарым. Одан кейін мен жақсы көріп қалдым бұл сиқырлы өнімдерді. Солай, сонда қараңызшы, менің ойымша да соғыстан кейін адам генетикасын восстановить ету өте қиын, себебі бомба, ядролардың әсері. Енді баяғыдағы соғыс, Құдай сақтасын, өмірге қайта келмесін. Енді оны ата-бабаларымыз ғана біледі ғой, қандай болған, мен білмеймін. Сонда деймді, әсері бәрібір қалады ғой, ушы. И адамның организміне влиять етеді да, ол келесі келген ұрпақтар бұзылады оның әсерінен. Сонда біздің әрбіріміз өзіміздің ата-әжемізге, өзіміздің жаңағы мына нелерімізге ұқсап туылғанымыздың арқасы да, сол әрбір жаңағы үйдегі ата-әже соғысқа қатысқан адамдар кезінде шекара қорғаған адамдар, әрбіріміздің үйімізде бар бір адам. Солар осы өнімдерді ішкен болып тұр ғой. Содан кейін де біз Аллаға шүкір, әуелі Алла, сосын әрқайсымыз ата-бабамызға ұқсап өмірге келіп жатырмыз. Сол өнімдерді мен естігенім, сол өнімдерді ішкен кезде қазіргідей мына дауна, аутизм, ДЦП, ЗПР, сондай балалар өмірге келмеген ғой, даже медицина дамымаған, представляете, сол кезде. Сенесіздер ма? Аптекалар қазіргідей жоқ. Аптека бір-екі бар болса, және
үлкен кісілерді тыңдасаң, бір санаулы тетрациклин дейді, тағы бір нәрсе, бір 2-3 қана дәрі болған, адамдар жүгінбеген, дәрі-дәрмекке, больницаларға жүгінбеген да, и сап-сау болған, ауырмаған. И мен ойлаймын ол кезде және де мына қазір ішіп жатқан енді овощтарымыз да дәріленген, ет те дәріленген, бәрін өзіміз питаниемен, өзіміздің қолымызбен улап жатырмыз. Бізде басқа амал да жоқ. Натуральный жеу үшін огородқа өзіміз егу керек овощты. Натуральный ет жеу үшін ол малды туылғаннан өзіміз өсіріп, шөп, жемін өзіміз үйден огородтан шығарып беруіміз керек, чтоб малдарға да антибиотик салады ғой, семірту үшін дәрілерді салады, сөйтуіміз керек. Бірақ оған кімнің уақыты бар? Мына заманда жұмыс істемесең, ақша жоқ. Ешкім өйтіп жүретін уақыты жоқ, барлығы дайынға дайын сатып аламыз. Содан кейін де қазір мына организмдер бұзылып, неше түрлі аурулар да келіп жатыр. Сол міне сиқырлы өнімдер жайлы қысқаша ақпарат бердім, қашан келгені. Бірақ ол мына совет өкіметі тарап кеткеннен кейін бұл өнімдерге постоянно инвестиция құйып тұру керек екен ғой, чтобы жасау үшін, конечно, тамақ жасап отыру үшін де сен постоянно овощ алып, су майыңды алып кетіп жасап отыруың керек қой. Сол кезде уже совет өкіметі тараған кезде Қырғызстан бөлек кетті, Россия бөлек кетті, Қазақстан бөлек кетті. Ешкім бұл өнімдерге ақша құймаған, қаржы құймаған. Сонымен бұл жабулы қазан жабулы күйінде қалып кетеді да. Ешкім білмейді, ешкім ізденбейді. Сосын 2000 жылға келіп Қазақстанымыздың нелері, ғалымдары ең мықты осы өнімдерді қолға алады. Оны мен келесі видеода салып беретін боламын, түсіндіріп беремін. Рахмет уақыт бөліп тыңдағандарыңызға. Иншаллах Алла бәрімізден разы болсын, ешкім ауырмағаймыз. Ата-анамыз ұзақ өмір сүрсін, балаларымыз алдымызда аман болсын, бақытты болайық. Алла тағала екі дүниенің бақытын нәсіп етсін баршамызға. Рахмет.